Бізге жиі жолданатын сауалдардың бірі жат ағымның жетегіне кете бастаған жандардың бойында қандай белгілер байқала бастайды. Біз оны енді ғылыми тұрғыдан емес, қарапайым адам ретінде өзімізді қалай сақтансақ болады деп жолдап жатады. Оған жауап ретінде біз енді көбінесе әріптестерімнен банағыдай ұзын сақал, келте балақ деген секілді белгілерді көптеп айтып жатады. Енді олардың бөлек көп айтыла қоймайтын бір нәрсемен бөліскім келіп жатыр. Жалпы біз өзімізге кез келген басқа өңірден келіп жатқан адамдардың көбінесе мына сөйлеген кезде сөздерінен, диалектілерінен, интонациясының, ырғақтарының басқашалығынан бірден байқап қалып жатамыз. Дәл сол секілді киіміне қарап қарсы алып, сөзіне қарап шығарып сал деген секілді көбінесе мына теологиялық эксперттердің айтатыны, адам жат ағымның жетегіне кете бастағанда теологиялық терминдерді, арабша сөздерді бәлкім контекстке сай келетін бар, келмейтін бар, орынды орынсыз көптеп қолдана бастайды. Және де одан бөлек кейбір сөздерді, мәселен, мысал ретінде алып қарайық, орыс тілінің ырғағына, үндестігіне сай ұрмалап айтып жатады. Мәселен, көбінесе қазақ ұлтының арасында, қазақ тілді жандардың арасында алла сөзін, мысалы, Аллах деп х әрпін қосып деген секілді. Немесе амандасқан кезде, сізге хабарламалар жіберген кезде, ассаламу алейкум дегенде, я әрпін қолдану, манағыдай қазақша қаріптерден гөрі үстіндегі үтірді қолдану деген секілді сөздерді пайдаланып жатады. Тіпті көбінесе ғалымдардың есімдерін, мәселен, Шейхул Ислам ибн Таймия деп жатады, ол енді е әрпімен айтылып, е әрпін қолданып жатады. Негізі түпнұсқасында арабша Таймия, фатхалы тә, яғни ә әрпі бар бұл жерде. Көбінесе орыс тілінде ә әрпі жоқ болғаннан кейін е әрпімен қолданып жатады. Сол үшін де енді бұндай белгілері бар адам, мәселен, сондай белгілер бойында табылып жатса, ол дегеніміз 100% жат ағым өкілі деген сөз емес, оны нақты түсінуіміз қажет. Бірақ десек те сізге белгілі бір деңгейде дабыл болған жөн. Сол үшін де тыңдағандарыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта бірге бірлікте болайық.